Саламатсыздар ма оқушылар? Менің математика сауаттылық кітабыма қош келдіңіздер. Ә, мен сіздерге бірінші бөлім бойынша жалпы түсіндірген болатынмын бұл жерде, иә. Түсінікті болған шығар деп ойлаймын, және соңында тест тапсырмалар болған болатын. Тест тапсырмалардан бір қиын есептерді шығарып көрейік қазір, мүмкіндігімше. Так, мына жерде бізде бесінші сыныптан бастап қиындап кететін сияқты ғой. Иә, содан бастап мен сіздерге көрсетейін. Так, бесінші есеп. Так, А-ның -4 дәрежесі тең 16 дейді, иә, балалар? Қараңыздар. А-ның -4 дәрежесі тең 16 дейді, иә. Біз былай істейік. Ә, ә, Так, -4 дегеніміз не? -4 дегеніміз, яғни ол төмен қарай түсір деген сөз. А-ны, иә, яғни төмен қарай түсіреміз. Яғни А-ның 4 дәрежесі болады, иә, тең 16. Мінекей. Немесе бұны бүйтіп жазсақ болады екен. Бір бөлінген А-ның 4 дәрежесі тең 16 деп, иә. Ал 16 дегеніміз бізді білеміз, ол 2-ның 4 дәрежесі, иә. Сонда 2-ның дәрежесі бірдей ғой. Дәрежесі бірдей болса қысқарып кетеді де дәрежелері. Онда бір бөлінген А-мыз тең 2-ге тең болады екен балалар. Қараңыздар. Иә, онда бізде ол жерден пропорция арқылы бізде А-нымыз 2-ден 1-ге тең болатынын тауып алдық. Мінекей, А-мыз неге тең екен? 2-ден 1-ге тең екен. Енді мына жерге қоямыз. Сонда 2 көбейтілген 2-ден 1, сыртында -4-тен 1 дәрежесі. Мына жерде рақаның ішінен 1 шығады, яғни 4-тен 1. 1-дің кез келген дәрежесі ол неге тең екен? 1-ге тең, иә? 1-ге тең. Келесі, өрнегінің мәні қандай цифр аяқталатынын табыңыз, иә? Яғни 12-нің 30 дәрежесін табу үшін бізге 2-ні табамыз, иә? Енді қараңыздар балалар. 2-нің 30 дәрежесін табу үшін біз 2-нің дәрежелерін анықтаймыз. 2-нің 1 дәрежесі 2, 2-нің 2 дәрежесі 4, 2-нің 3 дәрежесі бізде 8, 2-нің 4 дәрежесі бізде 16, ал 2-нің 5 дәрежесі бізде қанша екен? 32, иә? Яғни бұл 4 төрт төрттен жүреді, не 2-ден алдыға келесі 2-ден төрттен жүреді. Енді қараңыздар, сондықтан біз мына 30-ды 4-ке бөледі екенбіз. 30 деген дәрежесін көрдіңіздер ме балар? Яғни 30-ды 4-ке бөледі екенбіз. 30-ды 4-ке бөлсең 7 шығады, иә? 7 түрін 28. Қалдық неше? Қалдық 2. Егер қалдық 2 шығатын болса, онда екінші тұрған санды алады екенбіз. Яғни ол бізде 4. Яғни ол 4 цифрмен аяқталады деген сөз. 9-ның 10 дәрежесін табайық, иә? Яғни 9 бірім 9. 9-ның квадраты 81. 9-ның кубы 729. Яғни бұл екеуден жүреді. Екеуден жүреді. Яғни біз 10-ды 2-ге бөлеміз. 10-ды 2-ге бөлеміз. 5, е? 5 2 10. Қалдық жоқ. Егер қалдық жоқ болса балар, соңғы цифр алады екенбіз, иә? Соңғы цифр, соңғы сан. Яғни бізде 1. 1-мен аяқталып тұр, не? 81. 4-тен 1 дәрежеден 3 шығады екен балалар. Келесі, мына енді сіздерге жетінші есеп жеңіл болады. Орнына қойып табасыздар болады, иә? Так, келесі қиын есептерге көшейік. Қиын есептер. Так, мысалы 13-ші есепте көбісі қиналады, иә? 13-ші есепте тоқталайық. Так, бір футбол алаңындағы 13-ші есеп. Футбол алаңындағы бір команданың ойыншыларының орташа жасы 24 жас. Бір ойыншыны ойыннан шеттеткеннен кейін қалған 10 ойыншының орташа жасы 23 жас болды. Шығып қалған ойыншының жасы нешеде екенін анықтаңыз дейді. Енді біз бүйтейік. Жалпы футболда 11 адам ойнайды, иә? Яғни 24-ті біз 11-ге көбейтеді екенбіз балалар. Общий жас табу керек бізге. Иә? 264.
Енді бүйтеді, бір ойыншы ойыннан шеттетеді, яғни шығады. 10 ойыншы шығады, иә. Яғни 23 дегеніміз 10 ойыншыға көбейтеміз, 230. Дұрыс па балалар? Енді бізде арасында разница бар, иә. Сол қанша разница екенін табу үшін 264-тен 230 етеміз, азайта салады екенбіз балалар. 34 деген жастағы ойыншымыз ойыннан шығып қалған. Так, келесі. М, так, қайсысы қиын? Мына сегізінші істеп көрейік, иә, сегізінші істеп көрейік. Так, а б с әртүрлі оң цифрлар. Сонымен қатар а б с жалпы үш сан тұратын болса, мына үш таңбалы. Оның формуласы бар, иә. Мың, ә, 100 а плюс 10 б плюс с дегенде. Енді жалпы бізде үш таңбалы сандар көбейтіліп тұр ғой. Біз мынаны төрге ала саламыз, иә. 207.936-ны төрге алайық. Иә, төбірін алса, бізде төбір астында 207.936-ны төбірге алатын болсам, бізде 456 шығады екен олар. 456. Яғни біз мынау 456-ға тең. Не? Онда бізде А-ның мәні 4-ке тең, Б-ның мәні 5-ке тең, С-ның мәні 6-ға тең. Е? Бәрін қосамыз бізде 15, е? 15. Жақсы түсінікті болды ойлаймын. Қиын-қиын есептерді қарастырып шықтым. Тағы да қиын есептер болса, тағы да түсіндіріп беремін. Е? Жақсы сау болыңыздар. Кітап сіздерге ұнайды деп ойлаймын, балалар.